әкеңіздің қандай ақылы сіздің өміріңізге тиеді? Әкем негізі қарапайым қойшы болған кісі, өзі жетім өсті, қарапайым қойшы болды, совхоздың қойын бақты. Оқыңдар дейтін, заман оқығандікі. Оқысаң зорсың, оқымасаң қорсың. Осы қара қойдың соңында мен өтейін, қара жұмысты мен істейін. Сендер бұдан кейін білім алыңдар, оқыңдар деген сөзді көп айтатын. Бір күні бір әке баласынан сұрапты дейді, баласына айтты дейді, балам, мен мынадай болма, мен мынадай болма деп айтты дейді. Түсіндің ба дейді. Сосын түсіндіреді өзі. Мынадай болма деген, ешқашан қатып қалған адам болма. Ол кезде сенің жаныңа жан жуылмайды. Не мынадай болма, өте дарақы ашық болма. Ол кезде сенің қолыңда ештеңе болмайды. Сәл былайлау бол дейтін. Өйткені сенде өзіңде ытыңда бірдеңе қалады, және жұрт сенен бірдеңе ала алады. Сондықтан әр нәрсенің ортасын ұстана біл. Қатты дарақыланып кетпе, шашылып қатты бір шық бермес шай болып қатып қалма. Осы екеуінің алтын аралық ұстап жүр деген сөзін үнемі айтып отыратын. Мен ол кісіден сәл алыста өстім, бірақ барған сайын маған айтып отыратын осы ақылы болатын. Сосын хабарласқан сайын менен міндетті түрде бата сұрайтын. Жасым 40-қа келіп қалды. Өзіңнен кейінгілер отырыстарда ал аға, мына дастарханның батасын бер дейді. Сол кезде не дейсің? Деп менен емтихан алып отыратын. Мен білетін баталарымды айтып беремін. Соған мәз болады. Сосын өзі де баталар айтып береді. Мынау әкемнен естіген батам, мынау пәленше деген ақсақалдан естіген батам, мынау үйге бір осындай бір молда келген кезде маған берген батасы еді. Соның бәрін жаттатып отыратын. Немерелеріне дейін соны жаттатып кетті.